Сәлеметсіздер ме? Ана тілі оқулығындағы 41-ші жаңа сабақ мәтін тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Жапалақ. Түнде жапалақ пен үкіден артық көретін аңқұс жоқ. Көздері ерекше үлкен. Болмашы жарықтың өзі олардың назарынан тыс қалмайды. Көздеріне күн сәулесі тым жарық әрі жайсыз. Сондықтан бұл құстар күндіз тығылып жатады. Түнде жем аулайтын жапалаққа құлағының тигізер көмегі көп. Жапалақ дыбыс арқылы жемнің қайда тұрғанын біле қояды. Негеш энциклопедиясынан алынған. Мәтін не туралы? Мәтін не туралы ойланайықшы? Дұрыс, жапалақ туралы. Жапалақ неге түнде ұшады? Өйткені олардың көздері күн сәулесі тым жарық болғандықтан көздеріне жайсыз болады екен. Сондықтан бұл құс күндіз тығылып жатады екен. Түнде ұшатын тағы қандай құстарды білесіңдер? Жапалақ және үкі түнде ұшады екен. Өйткені олардың көздері ерекше үлкен, болмашы жарықтың өзі олардың назарынан тыс қалмайды. Және күн сәулесі оларға тым жарық болатынын естен шығармайық. Түнде жем аулайтын жапалаққа құлағының тигізер көмегі көп екен. Жапалақ дыбыс арқылы жемінің қайда тұрғанын біле қояды. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Жапалақтардың есту қабілеті өте жоғары. Олар алыстан жақсы көреді. Осы сөйлемді дәптерге қатесіз, көлденең, таза және тыныс белгілерін қалдырмай жазайық. Келесі үшінші жаттығу. Өлеңде жұмбақталған құсты тауып айт. Жайнаған бақтың әншісі, тамсанған оған сан кісі. Сайраудан бір талмайды, әнші құс бал таңдайлы. Бұл не? Бұл. Келесі сабақта кездескенше менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.